Елордада ауыл әйелдердің форумы өтіп жатыр. Жиында нәтижелі жұмыспен қамту және ауылдағы кәсіпкерлікті дамыту шаралары талқылануда. Одан бөлек жасыл технологияларды игеру және инновациялық жобаларды іске асыру жолдары айтылады. Біздің тілшіміз Ақсәуле Байменшина форумнан тікелей байланысқа шығып тұр. Ақсәуле, қайырлы күн, тағы да қандай ақпараттармен бөлісесіз? Тағы да қайырлы күн, Марал. Мана айтып кеткенмін, биылғы форумға 200-ден астам делегат әйел қатысып жатыр. Олар еліміздің ауыл аймағында, аудандарда әр салада еңбек етіп жүрген, жемісті еңбек етіп жүрген әйел адамдар. Бүгінгі форумда көбінде бизнесті дамыту, кәсіпкерліктің қыр-сыры көп айтылып жатыр. Және айта кетейін, биылғы форумға әлемнің 70 елінен сарапшы мамандар келген. Олар енді кәсіпкерлер бар, өздерінің тәжірибесімен бөлісіп жатыр. Енді кәсіпкерлік демекші біздің еліміздегі осы бизнес саласында еңбек етіп табыс тауып жүрген жандардың жартысынан көбі нәзік жандылар екен. Және бүгін менің жанымда сонау Атыраудан келген кәсіпкер әйел тұр, Әбдіғалиева Айгүл. Бұл кісінің кәсібін мен бір ерекше айтқым келеді, себебі біздің қазақ мал шаруашылығымен айналысқанмен балық шаруашылығын әлі бір игеріп алып кеткен жоқ. Бұл енді біз үшін тың кәсіп деуге болады. Осы Айгүл Атырауда балық шаруашылығын дамытып және өнімін әлемнің 8 еліне экспорттап отыр. Енді Айгүл, жаңа айттым, сіз кәсіпкерсіз. Жалпы неге сән үйі емес, неге сұлулық салон емес, неге балық шаруашылығы? Менің атым Айгүл Амерғалиева, жаңа Атыраудан келдім. Біздер жолдасым екеуміз отбасылық бизнесті дамытуға бел байлаған кезде көп ойландық. Жаңағы сән үй емес, ресторан емес деп ата бабамыздан қалған балық шаруашылығын өзімізге лайықты деп есептедік. Соның қиын болса да қиындығына шыдайық, жемісін көрерміз деп соны алға дамытып 2006-2007 жылдан бастап сол бизнеспен айналысып келе жатырмыз. Енді біздің қарамағым компаниямыздың аты Амангелді атындағы өндірістік кооператив, қазір ол жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясына айналды. 1100 адам үнемі жұмыс істейді. Соның қасында көбісі олардың 70% балықшылар болса, қалғанды жаңағы бер жағындағы жұмысшылар, кабинетте отыратын есепші, тағы брокерлер деген сияқты. Енді мен сол компанияның құрылтайшысы, жолдасым екеуміз құрылтайшы болғандықтан, мен жаңағы өзіміздің сату бөлімінде басқарам. Біздің компания осы таңда 80-нен астам балық өнімдерін шығарады. Оны жаңағы өзіміздің облысқа, қаламызға шығарамыз және 3 түрлі балық өнімін экспортқа 8 жақын және алыс шет ел мемлекеттеріне экспортқа шығарамыз. 2014 жылдан бастап біздер экспортер деген атағымыз бар, евро номеріміз бар компания, сол арқылы біздер шет елдерге шығарып тұрамыз. Мемлекеттен қолдау бар ма нақты? Мемлекеттен өте көп қолдау болды, субсидиялар алдық, жаңағы кредиттер алдық, жаңағы атамекен СПК-дан арқылы біздер кредит алып, сол Алматыда қазір үлкен балық өнімдерін шығаратын завод салып жатырмыз. Бұйыртса осы биыл қосылу керек іске, онда оны қосақ Алматы мен жаңа осы Нұр-Сұлтан қаласын жаңа балық өнімдерімен қамтамасыз етеміз деп есептеп отырмыз. Менің бір айта кететінде, мына жаңағы болып жатқан ауыл әйелдерінің форумының өте біздің ауыл әйелдеріне деген пайдасы өте көп. Көп ауыл әйелдер, іскер әйелдердің өздері жүріп, тәжірибе алмасатын мүмкіндіктері жоқ. Мұндай форумға келген кезде олар барлық жақтан бүкіл Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген іскер әйелдердің тәжірибелерін алмасып, өздеріне алады. Рахмет, Айгүл, ісіңізге сәттілік. Жаңа Айгүл өте дұрыс айтады. Форумда бас қосқан ауыл әйелдері бір-бірімен тәжірибе бөліседі, өздерінің кәсіптерінің қыр-сырын айтады, бір-бірінен үйренеді, бір-біріне көрсетеді. Форум әлі 2 күнге созылады. Мана айтқандай, әртүрлі семинарлар өтеді, шеберлік сағаттары болады. Жалпы елордаға келгеннен кейін әйел адамдарды елорданың көрнекті жерлерін аралатады. Жалпы байқағанымыз ауыл аймақтан келген ауыл әйелдеріне ұнап жатырған сияқты барлығы. Марал, әзірге мендегі бар ақпарат осы. Алдағы жаңалықтарда тағы да толықтырып беремін. Рахмет, тікелей байланыста болған әріптесім Ақсәуле Байменшина, тақырыпты жалғастырсақ.